Сәлем, мен саған дәл қазір бар жоғы 10 минуттың ішінде табысыңды кем дегенде 1 айдың ішінде 5-10 есе асырудың нақты жолдарын айтатын боламын. Менің есімім, өзімді таныстырып өтетін болсақ, Ая Жібек. Мен международный коуч, ментор боламын. Адамдардың мышлениясын өзгерту арқылы өміріндегі кез келген сферасын жақсартып, армандарына қол жеткізіп, табыстарын арттыруға себепкер болып жүрген жанмын. Ендеше кеттік. Дәл қазіргі таңда көп адамдардың менің директіме, инстаграмда жазады, телеграмда, енді тиктокта, осы желілерде көбісінің айтатыны: менің табысым артпай жатыр, табысым келеді де бір қарызға кетіп қалады, проблема шешуге кетіп қалады. Мен вообще уже білмеймін жолын, жұмысты жасаудай-ақ жасап жатырмын деп. Ал енді көптеген адамдарға неге сенің өмірің өзгермей жатыр, неге сенің табысың артпай жатыр десем, мысалы, сіз өзіңіз де қазір ойланып көріңіз, көп адам өзінің дәл қазіргі таңда кухнясындағы табысты ойлайды, спальныйындағы табысты ойлайды и залындағы табысты ойлайды, болды. То есть, қараңыз, кухня ол жақта не? Так, менде дәл қазіргі таңда продукты бар ма, соған қажетті заттар бар ма, залы кім? Қонақтар келіп кетеді, пердем түгел ма, құдалық, қазы, қалай қонақ күтемін деген сияқты. Спальныйы, например, ойыңыздың барлығы жаңағы спальныйыңызда, күйеуім табысын осы ай маған барлығын толық әкеліп береді ме екен, анасына беріп қояды ма екен, күйеуіңіз кешіксе бұл қандай жақта жүр екен, достарымен кетіп қалған жоқ па, жаңағы залыңызда мені туған туыстар қалай ойлайды екен, не істейді екен, кухняңызда балаңыздың жаңағы қарны тоқ па, тоқ емес па деген сияқты. То есть сіздің мышленияңыз сол бір үйдің ішіндегі мәселеде қонақ күту, шығарып салу, адамдардың қарны тоқ па, жоқ па, үйіңізге кім келеді, кім кетеді деген сияқты. Услуги төлеу, немесе рассрочкаңызды, кредитіңізді, үйіңізді алған 25 жылдық ақшаны жабу деген сияқты да. Ал когда сіздің мақсаттарыңыз, сіздің ойыңыз күнделікті өмірде үйіңіздің іші емес, үйіңіздің сыртынан асса, мен негізі көп адамға всегда айтамын: сенің арманың 1000 километр жерде болсын, 1010 километр жерде. Сол кезінде ғана сен өміріңді өзгертіп бастайсың деп. Дәл қазір өміріңізге необычный форматтар қосыңызшы. Давайте дәл қазір біз мынандай NLP практика жасаймыз. Дәл қазір просто өзіңіздің жүрегіңізді ұстап сезініп, білмеймін, өзіңізге былайынан айтып көріңізші. Неліктен сіз жаңағы үйдің ішінен шыға алмай жатырсыз, потому что сізде ертеңгі күнге деген сенімсіздік, қорқыныш, уайым, тревога. Мен кредитті жаба аладым екен, балаларыма дұрыс тамақты бере аладым екен, садигін төлей аладым екен, мойындаңызшы, киімдерін түгел алып бере аладым екен деген сияқты. Осындайды құдалыққа ақша табу керек еді, үйту керек еді, бүйту керек деген сияқты. Неге? Сол іштегі бүкіл нәрсе оянып кетеді бізде. Енді ол нәрселердің орнын босатуымыз керек. Қазір мен сізге тек қана осындай мысалдар, ақылдар емес, и практикада бергім келеді. Мышленияңызды, состояниеңізді өзгертуге. Дәл қазір жүрегіңізді ұстайсыз ба, солай жүрегіңізді ұстап и өзіңізге айтыңыз: Аллахым, мен бүгіннен бастап өмірімдегі қорқыныш, тревога, сенімсіздікті жіберіп, оның орнына байлық, бақыт, молшылықты қабылдауға дайынмын. Тағы да қайталасаңыз болады: Аллахым, мен бүгіннен бастап, дәл қазіргі сәттен бастап, өмірімдегі барлық тревога, қорқыныш, сенімсіздікті, уайымды жіберіп, оның орнына бақыт, байлық, молшылықты, көп ақшаны қабылдауға дайынмын. Дәл осыны бірнеше рет қайталаңыз. Қандай сезімдесіз? Хорошо. Осы эмоцияны сезініңіз, осы сезімді сезініңіз, қандай болып жатырсыз дәл қазіргі таңда. Тағы да былайынан айтыңыз: Аллахым, мен бойымдағы бүкіл өкпе ренішті жіберіп, оның орнына жаңа мүмкіндіктер,
жаңа идеялар және де жаңа бастамаларды қабылдауға дайынмын. Жүрегіңізді ұстап тұрыңыз. Тағы да дәл қазір жүрегіңізді ұстап тұрып, прям терең тыныс алып, деп ауаны шығарып жіберіңіз да, тағы да айтыңыз: Аллахым, мен дәл қазіргі сәттен бастап бұрынғы өзімнің қателіктерімді, өкініштерімді барлығын жіберіп, жаңа деңгейге шығаратын өмірге қадам жасауға дайынмын. Әрекеттерімді жасауға дайынмын. Шешімдерімді қабылдауға дайынмын. Қазіргі таңда қандай шешім қабылдай алмай жүрсіз? Соны есіңізге түсіріңізші. Мысалы, долго ойланып жүрген бір ойларыңыз бар ма сіздің? Мынау нәрсені жасау керек еді, мынау нәрсені жасау керек еді деген сияқты. Қазір мысалы сол нәрселерді еске түсіріп, бір-екі шешіміңізді айтып жүрсеңіз болады, сенімді түрде. Хорошо, айтып болсаңыз, дәл қазіргі таңда состояниеңіз қалай өзгерді? Комментарийға жазып кетіңізші. Қандай сезімде болдыңыз? Қазір бұдан сіз бірден, білмеймін, дәл қазіргі сәтте результат күтпеңіз, бірақ сіз уже өзіңіздің ішкі әлеміңізбен байланыстыңыз, өзіңіздің миыңызға жаңа установкалар жібердіңіз, және де өзіңіздің мышлениеңізді өзгерттіңіз. Аллаға жаңа өмірге дайын екендігіңізді айттыңыз, Ал Аллах Тағала әрқашан өзінің қолына мүмкіндіктерді беретін үлкен күш иесі, Жалпы, бұл нәрсені мен не үшін жасаттым? Қазіргі таңда бұл нәрсе не үшін менің ақшаға, үйдегі быт, барлығы не қатысы бар десеңіз, тікелей қатысы бар. Себебі адамның миында қандай ой, сол нәрсе өзінің бойына таралады, сол нәрсемен біз өмір сүріп, әрекеттер жасап, күнделікті өмірімізді өткізудеміз. Ал егер сіз жаңа нейрондарды, жаңа идеяларды, жаңа ойларды қалыптастырсаңыз, және де жаңа табысты қалап, соның планын жасаңыз, осындай білімдерді көп алып, бір өмірдің рутинасында жүре бермей өзгеріске қадам жасасаңыз, өміріңіз қалай өзгергеніне өзіңіз де таң қалатын боласыз. Жалпы, қазір мен сізге тағы да мынандай тапсырма бергім келеді. Сіз бір дәптерді алыңыз да, дәл қазір осы видеоны тоқтатып қойсаңыз да болады, немесе миыңызбен де ойлансаңыз болады. Қазіргі таңда үйдің ішіндегі қаншама мәселе бар, үйіңіздегі. Примерно күнделікті өмірде жасайтын 30 тірлігіңіздің списогын жазып тастаңызшы. Мен мынаны жасаймын, балаларымды садикке апару керекпін, кір жууым керекпін, тамақ істеуім керекпін, үтіктеуім керекпін, үйтуім керекпін, бүйтуім керекпін, сөйтуім керекпін деп. Просто қараңызшы, сіздің өміріңізде қаншама әрекеттер, тірліктер жатыр да. Егер сіз бұлардың барлығын қарап отырсаңыз, арасында сізге мүлде қажетті емес, делегировать етіп жіберетін, немесе өзіңізге тым үлкен жауапкершілікпен алып алған бір мәселелер шығады. Мысалы, кейбір балаңыздың сабақтарын контроль жасамай қойсаңыз болады, ол балаңыздың өзі сабағын жақсы оқып отыр деген сияқты. Немесе үйіңіздегі уже белгі бір жасқа келіп қалған балаңызға ондай кішкентай бала бөпе сияқты қамқорлық жасамай қойсаңыз болады. Элементарно сіз күйеуіңізді өзіңіздің балаңыз қылып алғансыз, енеңізді өзіңіздің қызыңыз қылып алғансыз, немесе жауыңыз қылып алғансыз деген сияқты. Үйіңіздегі тірліктерді, адамдармен қарым-қатынасыңызды да жазып шығыңызшы. Бұл менің табысыма қалай әсер етеді десеңіз, тікелей әсер етеді. Себебі сіз өзіңіздің гиперопекунствоңызбен көп тым энергияны көп жұмсауыңыздың арқасында бұл нәрселердің барлығын да сыртқа жіберіп жатырсыз. В целом, мен сізге дәл қазіргі таңда қаншама инсайт айттым, қаншама практика, техника айттым. Осыны міндетті түрде жасаңыз. Табысты арттыру өте оңай. Табысты арттыру үлкен покупкалардан, үлкен бір бизнесқа 100 миллиондық вложениядан басталмайды. Табысты арттыру, жалпы өмірді өзгерту, жаңа деңгейге шығу, ол сіздің ең әуелі миыңыздағы қабылданған шешім өзгертілген ойдан басталады.
Дәл қазір мен сізді құттықтаймын. Осы видеоның соңына дейін қарасаңыз, сіз уже ойыңызды өзгерттіңіз, жаңа өмірге қадам жасап бастадыңыз деген сөз. Сіздің қолыңыздан барлығы келеді, әрқашан сеніңіз, және де менің YouTube каналыма міндетті түрде подписаться етіп алыңыз. Осы видео ұнаса, міндетті түрде менің Instagram парақшамда Ая Жібек деп отметка жасап, өз инсайттарыңызбен бөлісіңіз. Ссылкасын алып, даже өзіңіздің туыстар, достар чатыңызға да бөлісіп, жақындарыңызға да пайдасын тигізсін деген ниетіңіз болса, осы видеоны таратсаңыз болады. Келесі пайдалы сабақтарымды көру үшін міндетті түрде осы каналыма өтіп, жаңалықтарды қарап тұрыңыз.